Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын және Нью-Йорк Таймс журналында хит болған сливадан жасалатын пирог рецептісімен бөліскім келеді. Ең басты ингредиент бұл бізде слива. Барлық керек заттардың мөлшерін видеоның астына толық жазып кетемін. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, оның үстіне шекерімізді салып, миксердің көмегімен шекеріміз толық ерігенше жақсылап араластырып шығамыз. Енді осы массамыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді үстіне екінші жұмыртқамызды салып, қайтадан миксермен жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне еліктен ұнымызды өткіземіз. Енді үстіне бір қасық қопсытқышымызды салып, миксерді баяу жылдамдыққа қойып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бірақ ұзақ араластырмауға кеңес беремін, өйткені қамырымыз өзінің нәзіктігін жоғалтып алады. Тек барлығы біріккен бойда миксерімізді сөндіреміз. Қамырымыз дайын, енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай сливалар қажет. Сливалардың барлығын ортасынан бөліп, ортасындағы тасын алып тастаймыз. Өз басым торт, пирог дегендерді пісіргенді жақсы көремін. Олардың шығу тарихын зерттегенді жақсы көремін. Сондықтан бұл пирогты да мен интернеттен іздедім, қарадым. Бұл пирогты 1983 жылы Нью-Йорк Таймс журналының авторы Мариан Беррес жариялаған екен. Ол қыз келіншектерге қатты ұнап хит болған пирог. Содан 6 жыл қатарынан бұл пирог Нью-Йорк Таймс журналында басылымға шығарылған екен. Осылай пергамент төселген формамызды алып, үстіне дайын болған қамырымыздың барлығын салып, жақсылап орналастырып шығамыз. Қазір жаз мезгілі болғандықтан жеміс-жидектер өте тиімді, төмен бағада сатылып жатыр. Сондықтан қыздар жасап көруге кеңес беремін. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне сливаларымызды осылай үстінен басып, қамырымыздың ішіне кіргізіп, орналастырып шығамыз. Барлығын осылай әдемілеп орналастырып болған соң, пирогымыздың үстіне корица мен шекерді араластырып, үстіне себеміз. Себебі біздің сливаларымыз қышқыл болғандықтан, осылай себуге кеңес беремін. Пирогымызды алдын ала 180 градусқа қыздырылып тұрған пешке 45-50 минутқа салып пісіреміз. Пирогымыз дайын, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, нәзік болып шығатын пирогтардың бірі. Орысша айтқанда бұл пирог с кислинкой болып шығады. Сондықтан қасына балмұздақ немесе әртүрлі кремдермен ұсынсаңыздар өте күшті үйлеседі. Бірақ мен өз басым балмұздақпен ұсынғанды жақсы көрем. Өйткені балмұздақпен осы пирог күшті үйлеседі жегенде. Қараңыздар, қандай нәзік болып кесіліп жатыр. Ауызда енді еритін пирогтардың бірі. Қонақтарды таң қалдырам десеңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.